Қазақстан мен Украинаның бірлескен климат бойынша жиыны биыл Киев қаласында өтіп жатыр. Іс-шара аясында екі елдің энергетика саласындағы оқу орындары және үкіметтік емес ұйымдары ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. 2 күн бойы өтетін басқосудан қос тарап қандай нәтиже күтеді? Украинадағы әріптесім Аида Қыдырбай айтып берсін. Электр энергиясын өндіруді көмірдің алатын орны ерекше, алайда ауаға парникті газдарды шығару бойынша осы отын түрінің зияны ерекше екені белгілі. Украинаның қоршаған ортаны қорғау және табиғи ресурстар министрінің орынбасары Ирина Ставчуктың мәліметі бойынша Қазақстанның ауаға парникті газдардың қалдығын азайтуға бағытталған жұмысы Украинаны қызықтырып отыр. Қазақстанда парниктік газдардың қалдығын азайту және оларды сату жүйесі бірнеше жыл бұрын іске қосылған. Бұл дегеніміз өндірістік зауыттар газ қалдығын тек шектеумен шығарады деген сөз. Бұл жүйе улы газдар көлемін азайту жолындағы жақсы талпыныс. Украина тек 2025 жылы ғана осы саясатты қолданбақ. Сондықтан Қазақстанның тәжірибесі біз үшін маңызды. Жиын аясында энергетика саласындағы екі елдің оқу орындары және үкіметтік емес ұйымдар ынтымақтастық туралы келісімге қол қойды. Мұндай офлайн және онлайн форматында ұйымдастырылған алаң қос елдің климатты реттеуге бағытталған жұмысын жандандыра түспек деген сенім білдірді мамандар. Енді нәтижені айта кетсек, бүгінгі таңда өздеріңіз көріп отырсыздар, біздің Алматының энергетикалық институтының осы жердегі ұлттық академияның институты меморандумға қол қояйын деп жатыр. Сондай сол сияқты меморандум біздің қоғамдық ұйымдармен, осы салада жұмыс жасап қалған ұйымдармен Украинаның үлкен ұйымдары бүгін меморандумға қол қойып отыр. Бүгін бірінші климаттық диалог шеңберінде Алматы энергетика және байланыс университеті және Украинаның ұлттық ғылым академиясының энергетика институты ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойды. Әрине, бұл қос елдің энергетика саласындағы байланысын бекемдей түспек. Себебі қазіргі кезде жасыл энергияға, жасыл экономикаға көшу мемлекеттік маңызы зор жұмыстардың бірі. Халықаралық жиын 2 күн бойы өтетін болады. Екінші күні қатысушылар төмен көміртекті дамуды ынталандырудың жолдарының, оның ішінде жасыл инвестицияларды тарту және жасыл бизнес инкубаторлардың мүмкіндіктерін сарапқа салатын болады. Атап өту керек, ғалымдар азаматтық қоғаммен бірге Қазақстанның 2050 жылға дейінгі төмен көміртекті даму тұжырымдамасын әзірлеп жатыр. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, Хабар 24 Украинадан.